Баршаңызға сәлем бердік. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бізде наурыз той әлі жалғасын тауып жатыр. Бұл біздегі Елмұрат пен Аймұрат баратын оқу орталығындағы наурыз. Балалар биыл мұнда екінші рет қатысып тұр. Және оны қызықтауға, қарауға балалармен бірге бізде келдік. Аминаны алып, Саламат үйде ұйықтап жатыр. Соны пайдаланып шығып кеттік бірге. Оқу орталығының басшылары, администраторлары орыс ұлтына қарамастан бізге осындай кереметтей етіп наурызды ұйымдастырып бергеніне көп рахмет. Бастысы балаларға ұнады, керемет көңіл күй сыйлады, наурызды сезінді, көже ішті, бауырсаққа тойды, керемет дастархан жасап қойған мұнда бір бұрышында. Рахмет, көп. Ал бұл бізде аулада құрылған киіз үй, қазақ үй. Биыл наурызды осылайша ерекше қазақы үйде атап өттік. Алдыңғы жылы тойлаған болатынбыз, бірақ басқа жерде бұндай қазақ үйде болған жоқ. Сондықтан ба ол жыл қатты сезілмеді. Ал биыл ерекше бір жақсы, керемет атмосферада өтті. Ұйымдастырған, атсалысқан барша көршілерге көп рахмет. Әсіресе бізде балалар ерекше мәз болды. Қазақ үйді көріп, қазақтың ұлттық ойындарын ойнап, кіріп шығып, не керек қазақ үй құрылып, қайтып наурыз өтіп, жиып алып кеткенше сол қазақ үйдің жанында болды балалар, шыны керек. Балалардың демалысына орай біздер балалардың уақытын тиімді, қызықты, есте қалатындай етіп өткізек деген ниетпен Киндерлендке келдік. Отбасылық кафе бұл, яғни ішінде барлық ойнайтын алаңдары бар, тамақтанатын жері бар. Керемет, әзірге адам аз, барлығы түстен кейін келетін болып тұр, адам аздығына байланысты. Бұл жерге алдында келіп жүрміз, балаларға өте ұнайды, мықты, қатты, үлкен емес, іші жайлы, жылы, жарық. Бастысы балалар мәз. Жоқ, тоңып қалады.
Ол анарға сол басқа сөйтіп приправаландау мынау. Үйге келіп гүлдерімді бір суғарып жуындырып алуға бел будым. Сондықтан да ваннаға келдім. Қазір тез шайып алам. Су сорғығанша осында тұратын болады. Түскі астан кейінгі көріністі кішкене салып қояйын сіздерге. Осы ас үй. Мен де сол сияқты ас үйде уақытымның көп бөлігі өтеді осында. Аминка, витаминка. Привет, деп қой. Амина, привет, мама маған үлкен масалау.